Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бірінші сыныпта жазуды үйренетін боламыз. Көркем жазу. Балаға алдымен жазу үшін осы дәптер беріледі пайдалану. Осындағы жазуды үйрену үшін балаға алдын ала мына сызықтармен жұмыс жасаған тиімді. Осы сызықтарды қалай тиімді пайдаланамыз? Алдымен ата-ана балаға жазу үшін үйреткенде ең алдымен қарапайым А әрпін бірінші жазып үйренейік. А әрпін жазу үшін мына жазуда аның мына сызық пен мына сызықтың ортасынан нүкте алып, енді осы нүктеден мына сызықтарға сәйкес, қисайтыңқырап түзу, төмен қарата мына астыңғы сызыққа тигізе отыра қайратын боламыз. Ортасына дейін, мына кіші сызықтардың ортасына дейін қайрамыз. Және келесі жоғарыдан төмен қарата астыңғы сызыққа тигізіп қайрамыз. Ортасын мына түзуден үстімен сызамыз. Осылай балаға айтып отырып үйретсеңіздер, баланың жазуы әдемі болады. Яғни мына сызықтың үстімен көрсетейін сіздерге. Осыдан сызықтың үстімен жүріп астыңғы сызыққа дейін қайрамыз. Жоғарыдан қайтадан төмен қарата астыңғы сызыққа тигізе отырып қайрамыз. Үстіне мына түзу сызық бойынша сызамыз. Балаға айтып отырып астыңғы сызыққа тигізіп айтып отырсаңыздар, бала тез ұғады, жазуды әдемі болады. Келесі А әрпінің кішкентай әрпін үйренейік. Ол үшін мына сызықты дұрыс пайдаланған дұрыс жөн. Яғни бізде А әрпінің бастаймыз, мына үстіңгі сызыққа домалақша етіп, мына түзу бойынша төмен қарата түзу жүреміз. Және астыңғы сызыққа келгенде қайрамыз да мына бастаған нүктеге дейін апарамыз. Кейін мына жоғарғы сызықтан бастап А әрпін төменге дейін тигізіп қайратын боламыз. Мына сызықтарды сол үшін пайдалану керек. Дұрыс пайдаланған дұрыс жөн. Міне жоғарыдан сызыққа тигізіп, сызық бойынша төмен қарата жүріп, астыға тигіземіз де жоғары қарата астыңғы сызыққа тигізіп қайратымыз. Осылай балаға мына түзу бойынша жазғызсаңыздар, баланың жазуы әдемі болады. Көп жағдайда арнайы дәптерлер бола бермейді балада. Сондықтан осы дәптерді дұрыс пайдаланған жөн. Баланың жазуы міне осылай әдемі болып жазылады. Қарасаңыздар, қарапайым дәптерге жазған баланың жазуы осылай. Күнделікті әрбір жазуына, әрпіне қадағаласаңыздар, баланың жазуы әдемі болады.